Армысыздар, ардақты ағайындар. Біз өткенде солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Әлжан ауылына барып келдік. Бұл ауылдың жері құнарлы, фирмасы Салмар Агро деген үлкен жауапкершілігі шектеулі серіктестік екен. Ауылдың халқының біразы бұл фирмадан қалай жерімізді аламыз деп қазіргі таңда қарқынды жұмыстар жүргізіп жатыр. Белсенді ауылдың азаматтары шығып жатыр. Сол азаматтармен хабарласып жатырмыз. Қазір видеосын бәрін алған сұхбатымызды дайындап жатырмыз. Ауылдың ахуалы сізбен біз ойлағандай өте жақсы емес, күрделі, көкейтесті мәселелер көп. Алдымен жер мәселесі, жерді қалайда қайтарып алу керекпіз. Өйткені мына фирма 25 жылдан бері ауылымызды құлдыратып, шаршатып бітірді дейді. Әрине, азаматына қарап ауылын таны деген қазақ осы ауылдың ұстап тұрған фирма ауылға жаны ашымайтындығын бірден байқауға болады. Кіреберістегі жол 6 километр әбден батпаққа батып қалған, жаз болса батпақта, қыс болса қарнасына жатады. Осы биылғы көк күзді күні келе жатқан сол фирманың КАМАЗы сол жерде батып әрең дегенде алып шығыпты. Екінші мәселе мектеп мәселесі. Бұл үлкен ауыл, ергесінде көл бар, яғни туризмді дамытуға толық мүмкіндік бар, бірақ ауылдан барлығы көшіп жатыр. Себебі фирманың жауапкершілігі жоқ. Жалақысын уақытында төлейтін шығар, бірақ кейбір жұмысшылар бұл жерде тек қана тегін жұмыс істеп жатқан көрінеді. Себебі ауылда тұрғасын жем керек, шөп керек, сабан керек, соны жалақыға ұстап қалады екен. Ауылдың пайын биылғы жылы ауылдың белсенді азаматтары шулатқаннан кейін кішкене көтеріпті. Ауылдың іргесінде сабан қойыпты. Сабанды, шөпті, жемді барлығын жоғарғы бағамен сатады дейді. Кейбір айналым жерлерді биылғы егін орағында 52%-тен айналған. Бұл енді рекордтық көрсеткіш. Жаңа біз осы интернет желісінен Салмар Агро туралы ақпаратты сүзіп шықтық. Аталмыш фирма шетелмен жұмыс істеп жатыр екен, яғни экспортқа дәнді дақылдар жібереміз деп. Директоры өзі сұхбат беріп жатыр YouTube каналға. Сонда бұл жекеменшікке қайдан қазық қағып, қайдан қай қазаннан құлақ шығарам десе де өз еркіме деген бізге ой келді. Әлеуметтік желі арқылы, түрлі сайттар арқылы қазіргі таңда біз солтүстік Қазақстан облысының әкіміне сұрақ қойып жаздық, бірақ әлі кері байланыс болған жоқ. Болатында түрі жоқ шығар. Өйткені соңғы кездерде өздеріңіз білесіздер, Қызылжар ауданындағы мәселе туралы журналистер мәселе көтеріп жатыр. Оны әрі тарт, бері тарт деп түрлі айла тәсілге көшіп жатыр. Енді бір қызығы, мынау Әлжан ауылы кезінде Көкшетау облысына қараған, солтүстік Қазақстан облысына қараған кезде бұл ауылды шекарадан бөліп тастаған екен.